Құрметті оқырмандар, мектеп кітапханасына бүгін қош келдіңдер балалар. Бір кітап республикалық акциясы аясында Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылығын насихаттау мақсатында және де биылғы жыл Ахмет Байтұрсыновқа 150 жыл толып отыр. Және де сол 5 қыркүйек Ахмет Байтұрсыновтың туылған күні. Былтырғы жылдан бастап балалар осы тілдер мерекесі 5 қыркүйекте тойланып жатыр. Енді бүгінгі сол мерекенің жалғасы біздің кітапханада өтіп жатыр. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ақын, ұстаз, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ілімінің және туркологияның негізін қалаушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы Торғай уезінің Тосын болысында қарапайым шаруаның отбасында дүниеге келген. Ол шығармашылық жұмысын өлең жазумен бастаған. Онда ол халықтың ауыр халін, арман тілегін, мұң-мұқтажын көрсетіп, халықты оқуға, ғылым, білімге, еңбек етуге шақырады. Ол араласпаған сала жоқтың қасы. Ол жастайынан ұстаз болуды армандаған. Ахмет туған ері Торғайда ауыл молдасынан білім алып, сауатын ашқан соң Орынбордағы мұғалімдер семинариясын бітіреді. Сөйтіп туған өңірі Қостанайдың ауыл мектептерінде мұғалім болып бала оқытады. 1904-1906 жылдары Қарқаралыда орыс қазақ мектебін басқарды. 1909-1917 жылға дейін Ахмет Байтұрсынұлы қазақ халқының ұлттық сана-сезімі мен намысын оятқан маса өлеңдер жинағын жазып, орыстың классик жазушысы Крыловтың 46 мысалын аударып шығарған. Ең маңыздысы ана тілін пән ретінде оқытатын арнайы оқу құралы атты оқулықтар жазды. Бұл еңбектерде ғалым Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әліпбиін түрлендірді. Араб графикасы негізінде төте жазу үлгісін ұсынады. Сөйтіп қазақ әліпбиінің жаңа әрі қолайлы нұсқасын жасап, қазақ тілі грамматикасын және жалпы қазақ тіл білімі ғылымының негізін салды. Ресей және Европа ғалымдарының пікірінше Ахмет Байтұрсынұлы ұсынған жаңа қазақ әліпбиі озық жазу үлгісі болып шығады. Яғни қалай жазылса, солай оқылатын біркелкі концепция қалыптастыру үлкен ғылыми жаңалық болды. Қырғыз, қарақалпақ және башқұрт халықтары өз әліпбиін жасағанда Ахмет Байтұрсынұлы ұсынған емле үлгісін қайталады. Ал кейінірек қазақ тілін латын және кириллица әліпбилеріне көшіру кезінде Ахмет Байтұрсынұлы жасаған жүйе негізге алынды. Ғалымдар Ахмет Байтұрсынұлының бұл еңбектерін жоғары бағалап, бірнеше ғылыми зерттеулер жазды.